Бүгін менде жаңа видео қыстақтағы өмір деген достармен ауылдағы өмірді енді екінші частын шығаратын боламын. Бірақ оны ертең шығарамын өкінішке орай, ал бүгін осы видеоны шығарамын. Қыстақтағы өмір деген өте маған қызық болды, және мен оны ешқандай видеолардан ұрламадым. Өзім ойымнан шығардым. Неше бастаймыз? Қыстақтағы өмір. Мен уже бастадым. Айтқым келгені бұл жердегі кейіпкерлер. Әжесі, атасы, ұлы және қызы. Қызының аты Мария болады. Ал ең кішкентай ұлының аты Ұлан болады. Ал әжесінің аты Гүлдана болады. Ал атасының аты Ербақыт болады. Қазір түн. Бұлар ұйықтап жатыр. И сонымен азан болады. Ең алдымен әрине әжесі тұрады. Ойбай. Қой тұрайық. Таңғы астың біреуін қызын дайындап қойған ба, кім дайындап қойғанда? Қыстақтағы карамелка сүті. Сүттерден қойып қойық. Неге құямыз дағы? Құятын да нәрсе жоқ. Ой, белім ауырып кетті. Тұрайын, таңғы ас. Менің қолымда дайындау. Әже дайындап қойыпты. Рахмет, әже. Мен белім ауырып кетті. Дайындайсыз жартысын. Мен жартысын ғана дайындадым. Я, әрине, әже. Кәде бұл печенье бола берсін, достар. Печенье деп есептей беріңіздер. Болды, таңғы астайын. Міне. Тәтті сияқты. Ата, ей, тұр. Тұрыңыз, ата. Шай ішіп болған соң. Картина дастархан өтірік жинап қоясың. Жүрет, мен мектебіңе кетейін. Мен кластасымды шақырып ойнайын. Сен бала ойыннан басқа білесің бе? Қалың киімді киіп алайын. Қалыңды кимесе журап білеміз яласына. Мектепке мен бүгін бізге демалыс берген, просто сендерге демалыс беретін ем. Апайымыз ауырып қалған соң ғой. Мен кеттім да. Турана бақша болатын аталарский киіп алдым. Не болыпты? Жарайды, мен кеттім мектепке.
Пока мысығым. Ойна бар класстасыңмен. Яға шығарып келейін. Берке, ойна. Келді. Кеттік, ойнайық. Мен ананың класстасына бір печенье бере салайын, нет болмасын. Ойбай, мынау қарашал ғой. Сәлеметсіз бе? Бұл менің класстасым әже, қандай қарашал. Мынауың біздің атадан да кәрі. Ой, әже, өтірік соқпаңызшы. Мен білетін шығармын. Мә пішене. Аузыма тыққан нес. Айттың ғой, кәрі ата деп. Кәрі ата бар, естіп айта ма? Я. Менің досым қайда. Сен досың бұрынғыдан бері осы болып жүрген. Мүмкін емес. Я, о мүмкін әрине. Сондықтан да сен қазір үйіңе бар. Жасың үлкен болып, сен ойнайсың ба? Кішкентай балалардікіндей бар, үйіңе бар. Әлде біздің баланы ұрып кетейін дедің ба? Ондай ойымда жоқ. Онда бар. Әйтпесе біз қазір мұнамызға ертіп, судың ішіне, яғни салып сені мұзғып тастаймыз. Боптай барам, не болсын жама. Сіз қайтармашы. Мә, әже, сізге көп рахмет. Немесе ол мені ұрап кетуі де мүмкін. Я, балам, сен любой адамға дос бола берме. Олар сенмен әдейіге дос болып, сені ұрап не жамандап кетуі мүмкін. Немесе үйіне де алып кетуі мүмкін. Сондықтан да сен әр адаммен дос бола берме. Мына жерде отбасың тұрған кезде сенмен басқа кім дос деп ойлайсың? Отбасыңның бақыты емес пе? Отбасы менің әлемдегі ең көңілді кешім болады. Я, балам, жарайды. Тек абайлап жүр. Ай. Енді мен бір өзім ақылы жасауға тура келеді. Кімді апшайыншы? Ой, кім еді? Бір кеше ақылы жасақ. Кеттік. Сен мен өз ақылы жасау өте көңілді. Мүмкін мына күшікті жасармыз. Мүмкін простой ақылы жасаймыз. Давай. Сен уже аяғын істеп қойдың ба? Ортаның сына келдім. Мен басын істеп атқам. Мен істеп болдым. Басын істеп оп-оңай. Я, айтпа. Мен таптым, басын бұндай қылмаймыз. Ол простой болып қалады. Енді сен істемексің. Қара, 1, 2, 3. Түрі! Әдем болды ма? Мә, әдем болды. Жарайды. Енді аяқтарын қойып. Болды. Әдем болды. Я. Қап, тұзаққа түсіп қалды бірі. Не болуы мүмкін? Тезірек апамызды шақырайық. Апа, бер келіңізші. Ой, не болды? Бір жануар тұзаққа түсіп қалды. Қап, оны яғни аталарың айтыңыз. Ата, бер келіңізші. Ой, не болды? Бір жануар тұзаққа түсіп қалды. Қап. Бұл мұзға ма? Я, мұз болып қатып қалды. Енді оны істесек болады. О, жоқ. Я, енді не істейміз? Сендер бұны қайдан көрдіңдер? Біз мына жерде екеуміз аққала жасап жаттық. Сол кезде бір жануар барды да мұздың ішіне құлап кетті. Сосын ол бірден сыртқа қарай мұз болып қатып қалды. Қараңыз. Қолымызда болып кетті. Ендеше оны печкаға салып ертейік.
да болған ақыл. Оны тек мынау жаңғақ қана ұстай алады. Себебі оған мұз да ыстық та кірмейді. Дұрыс айтасың. Ал біз ұстасақ кезде қолымыз күйіп кетеді. Дұрыс айтасыз. Негізі бұл өте опасный ғой, тіпті адамдар да ішіне кіріп кетсе, өте опасный. Кекс бар екен. Кекс жейтін уақыт емес қой. Ендеше мынамызды печкаға салайық. И всем готовен ол жарты сағаттың ішінде еріп қалар, бірақ қыстың мұздары тез ерейді деген. Мүмкін еріп кететін шығар. Демде ереді, тезірек печкадан шығарайық. Сен ұсташ жаңғақ. Бұл жылап жатыр ма? Айтқым келгені, бұл жылап жатыр. Қорықпашы балақай. Сен қатты жыладың. Енді оны дәл орнына екеуің апарыңдар. Енді байлап жүрерсің. Ал, аққаламыз. Әдем болды ма? Сен неге олай керісіп қалдың? Мұның не? Есің дұрыс па? Енді осы аққала бәрін өзің істейсің, мен кеттім. Бірақ біз олай келіспедік қой. Олай емес. Сен бұзған үшін солай істейсің. Қазір әпшеміз де оқудан келеді уже. Сол кезден аққала әдем болып тұрса, әпшем қуанып қалады. Егер де сен бұзбаған кезде. Істеп болдың ба? Болайын деп қалдым. Болдың ба, әпшем келді? Мен сағынындай аққаланы бірінші рет көріп тұрмын. Неге жай ғана сөйтіп айтып кетті? Білмеймін. Босқа еңбек зая кетті. Мен келдім. Сабақтан 5 алдым ба? Әрине. Жарайсың қызым. Мен сабақтан 5 алдым. Көңілді көтеріп жүремін, бүгіннен бастап мен жабырқамаймын, қуанышты боламын, бәрімізді татты боламыз, жақсы оқып үздікке шығамын. Мен 5 аламын, мен 5 аламын, қуанышты әрғайым тастамаймын жүремін. Жарайсың, өлең жаттадың ба? Өзім шығардым. Жарайсың. Бұл өлеңнің аты қандай? Мен 5 аламын. Жақсы. Қуанышқа бөлінемін. Отбасыммен әрдайым қуаныштамын. Біргемін, мен талмаймын, күшімді сынаймын. Бәріміз бірге қуанайық. Мен бүгіннен бастап енді қуанышты болып жүрем. Осымен біздің ауылдағы қыстақтағы өмір сериалы аяқталды. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, қызықты болады деп ойлаймын. Подписка жасау, лайк басып және комментария жазуды мүлдем ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.